Саламатсыздар ма оқушылар, 11 сынып алгебра оқулықтағы 28 параграф. Екінші ретті тұрақты коэффициентті біртекті сызықтық дифференциалдық теңдеулер тақырыбы бойынша есептердің шығарылуын көрсетейін. Алдымен осы тақырып бойынша қысқаша мағлұматтар беріп кетейін. Бұл жерде а y штрих плюс в y штрих плюс с y тең 0 мына бір түріндегі берілген сызықтық дифференциалдық теңдеуді қарастырсақ, бұндағы а, в, с дегеніміз тұрақты сандар. Енді осы дифференциалдық теңдеудің сипаттамалық теңдеуі а к квадрат плюс в к плюс с тең 0 түріндегі теңдеу сипаттамалық теңдеу деп аталады. Енді бұл сипаттамалық теңдеудің егер есеп шығару барысында дискриминант оң сан болып екі түбірі берілген жағдайда к бір к екі, оның жалпы шешімі мына түрде болады. Егер дискриминант 0-ге тең болып к бір к екі түбірлер тең болған жағдайда оның жалпы шешімі мынадай түрде болады. Келесі дискриминант теріс сан болып комплекс түбірлер болған жағдайда онда бізге жалпы шешімі мына түрде болады екен. Енді осыған сәйкес оқулықтағы 28-де бірінші есептің шығарылуын көрсетейін. Жаңа алдыңғы жағдайда айтып кеткендей, бізде дифференциалдық теңдеу а y штрих плюс в y штрих плюс с y тең 0 деген теңдеудің сипаттамалық теңдеуі бізде а к квадрат плюс в к-ның мына жерде 1 дәрежесі болады, 2 дәрежесі 1 дәрежесі плюс с к-ның 0 дәрежесі тең 0 түрінде болады. 2 дәрежесі 1 дәрежесі 0 дәрежесі болады. енді дұрыстап жазатын болса а к квадрат плюс в к плюс 1 дәреже жазылмайды. Кез келген санның бізде 0 дәрежесі 1-ге тең болғандықтан с-ның өзі жазылады. Сонда мынау бізде дифференциалдық теңдеу болса, мына бір соның сипаттамалық теңдеуі мына түрде болады екен. Енді осыған сәйкес мына есепті шығарып көрсетейік. Сонда y штрих болатын болса, ол к квадрат болады. Минус бана y-іміз бізде к-ның 0 дәрежесі ол 1-ге тең болады. Сондықтан мынау бізде 1-ге тең болып кетеді, минус 4 тең 0 болады. Екіншісі сондай к квадрат минус 23 тең 0 болады. Келесі к квадрат плюс 25 тең 0 түрінде болады. Келесі мынаның сипаттамалық теңдеуі бар. Енді оның дифференциалдық теңдеуін жазуымыз керек. К квадрат болса бізде ол y штрих болады плюс 8 к дегеніміз онда y 1 штрих болады тең 0 болады. Келесі мынау дегеніміз к квадрат плюс 6к минус 16 тең 0 түрінде болады. Келесі мынаныкі 8 y 1 штрих плюс 24 y тең 0 болады екен. Келесі 2к квадрат плюс 4к плюс 19 тең 0. Мынада 3к квадрат минус 8к плюс 28 тең 0 түрінде кестені осылай толтырады екенбіз. Олай болса, келесі ары қарай 28-де екінші есепті қарастырайық. Дифференциалдық теңдеуді шешіңдер. Енді астына мен қысқаша жалпы шешімдерін жазып қойдым. Соған сәйкес есеп шығарайық. Бірінші сипаттамалық теңдеу к квадрат минус 4 тең 0 түрінде. К квадрат тең болады 4. К дегеніміз бірінші, екінші, плюс минус түбірасында 4. Ол дегеніміз 4-тің түбірі бізде 2-ге тең. Сондықтан к1, к2 түбірлері 2 түбірі бар деген сөз. к1-ің бізге минус 2 деп алайық. к2 2 деп алсам, мұнда бірінші жағдай бойынша түбірлерін табамыз. y тең болады с1 e-нің минус 2 x дәрежесі плюс с2 e-нің 2 x дәрежесі. Мынау осы теңдеудің жалпы шешімі болып табылады екен. Келесі екіншісін қарастырайық. К квадрат минус 16 тең 0. Ол да сол сияқты. К квадрат тең 16. К бірінші, екінші плюс минус түбірасында 16. 16-ның түбірі бізде 4-ге тең. Сонда к бірінші минус 4. К екінші 4 деп алатын болсақ, онда y тең болады с1 e-нің минус 4x дәрежесі плюс с2 e-нің 4x дәрежесі. Мынау жалпы шешімі болып табылады екен. Келесі үшіншісін қарастырайық. К квадрат плюс 25 тең 0. Яғни к квадрат тең болады минус 25. К тең болады бірінші, екінші, бұл түбірасында минус 25 плюс минус жазып кетейін алдына. Бізде 25 дегеннің түбірі жалпы 5-ге тең. Сондықтан мынаны былай деп алайық. Минус 1 көбейтілген 25 деп алсақ, 2 түбірге алайын. Минус түбірасында 1 дегеніміз ол i-ге тең. Сонда 25-дің түбірі 5-ге тең. Сондықтан 5 плюс минус 5 i-ге тең деген сөз. Енді бізде
комплекс дискриминант терістен болғанда к1 к2 түбірлері 2 түбір болғанда комплекс түбірлер болған жағдайда оның шешімі мына түрде болады. Енді альфа ветта дейтін зат. Ол деген мысалы комплекс түбірі альфа плюс ветта и түрінде болған кезде, мынадай түрде болғанда, енді бізде альфаның мәні бізде 0-ге тең ғой, 0 қосылған плюс минус 5 и деген сөз ғой. Веттаның мәні 5-ге тең, альфаның мәні 0-ге тең деген сөз. Сонда y тең болады. Е альфаның мәні 0-ге тең, 0 көбейтілген x болады. Так, с1 косинус. Бұл жерде енді плюс минусын алмаймын, тек қана веттаның мәні аламын, ол 5-ге тең. Сондықтан 5x плюс с2 синус 5x болады. Немесе мына 0 дәрежесі бізде 1-ге тең, сондықтан y тең болады с1 косинус 5x плюс с2 синус 5x деген жалпы шешімі болып табылады екен.